Кейде адам өмірдің бел ортасына келгенде артына қарап, мен өмірімнің ең жақсы жылдарын қайда жұмсадым деп ойлана бастайды. Балалары өсіп кетті, үйдегі тіршілік бұрынғыдай емес. Күн сайын асығыс жұмысқа бару, бала тәрбиесі, ақша табу, біреуге көмектесу сияқты міндеттердің біразы артта қалды. Бірақ дәл осы кезде бір маңызды сұрақ пайда болады. Енді қалған өмірімді қалай өткіземін деген. Егер сіз де 50 жастан асқан болсаңыз, осы видеоны соңына дейін тыңдаңыз. Себебі бүгін айтылатын бірнеше қарапайым қағида қалған өміріңізге мүлде басқа көзқараспен қарауға көмектесуі мүмкін. Біздің бұл арнада 1000 оқырманға жеткіміз келеді. Осы айдағы мақсатымыз осы. Егер сізге осындай пайдалы өмірлік тақырыптар ұнаса, арнаға жазылып, видеоны жақын адамдарыңызға жіберіп қойыңыз. Мүмкін дәл осы сөздер бүгін бір адамның өмірге деген көзқарасын өзгертер. Бірінші, ең алдымен бір нәрсені түсініңіз. Өмір енді басталмайды емес, өмір дәл қазір жалғасып жатыр. 50 немесе 60 жасқа келген адам кейде өзінің жастық шағын сағынып, өткен өміріне өкінішпен қарайды. Жас кезімде мынаны істеуім керек еді, мынаны неге алмадым, неге ана адамға сендім, неге өзім үшін өмір сүрмедім. Осындай ойлар адамның қазіргі күнін де ұрлайды. Өткенді өзгерте алмайсыз, бірақ өткенге деген көзқарасыңызды өзгерте аласыз. Сіз қателестіңіз бе? Я, мүмкін. Біреуге сеніп қалдыңыз ба? Мүмкін. Бір кездері дұрыс шешім қабылдамадыңыз ба? Ол да болуы мүмкін. Бірақ сол қателіктер сіздің бүгінгі ақылыңызды қалыптастырды. Сондықтан 50 жастан кейін өмірге мен бәрін кеш бастап жатырмын деп емес, мен енді өмірдің не екенін жақсырақ түсінетін жаста тұрмын деп қарау керек. Жастық адамда уақыт көп, бірақ тәжірибе аз болады. Ал есейген кезде тәжірибе көп, бірақ уақыттың қадірін түсінесің. Сондықтан қалған жылдарыңызды бұрынғыдай өткізуге болмайды. Екінші, енді бәріне ұнауға тырысуды тоқтатыңыз. Бұл жастағы адамдардың ең үлкен қателіктерінің бірі әлі де айналасындағылардың пікіріне тым тәуелді болу. Жұрт не дейді, туысқандар не ойлайды, көршілер қалай қарайды, балалар мен туралы не айтады. Біреудің көңілін қалдырмау үшін өзіңізге ұнамайтын нәрсеге келісесіз. Шаршасаңыз да барасыз, қаласаңыз да үндемейсіз, барғыңыз келмесе де қонаққа барасыз. Өзіңізге керек нәрсені кейінге қалдырып, өзгелердің мәселесін бірінші орынға қоясыз. Әрине, адамдарға көмектесу жақсы қасиет, бірақ бір нәрсені ұмытпаңыз. Өз өміріңізді түгелдей басқаларға арнап қою міндет емес. 50 жастан кейін жоқ деген сөзді үйрену керек. Бүгін бара алмаймын, мен бұған келіспеймін, бұл маған ыңғайсыз, мен демалғым келеді. Осы сөздерді айту ұят емес. Кейде адам өз өмірінің соңына қарай ғана бір нәрсені түсінеді. Өзгелердің көңілін табумен өткен жылдар қайтып келмейді. Үшінші, балаларыңыздың өмірін өз өміріңізге айналдырмаңыз. Бұл өте маңызды. Балаларыңыз сіз үшін өмірдегі ең қымбат адамдардың бірі болуы мүмкін. Сіз олар үшін бар күшіңізді салдыңыз, түн ұйқыңызды бөлдіңіз, ауырған кезде қастарында болдыңыз, оқыттыңыз, үйлендірдіңіз, қолдау көрсеттіңіз. Енді олардың өз өмірі бар, өз отбасы, өз жұмысы, өз шешімдері, өз қателіктері. Сол себепті балаларыңыздың әрбір қадамын бақылауға тырыспаңыз. Қашан келесің, не істеп жүрсің, неге маған хабарласпайсың? Келінің неге бұлай істейді, күйеуің неге анандай? Осындай сөздер біртіндеп арадағы жылылықты азайтады. Балаларыңыз сізден қашпасын десеңіз, олардың өміріне тым көп араласпаңыз. Керісінше олар сізбен сөйлескенде өзін қауіпсіз сезінетін ата-ана болыңыз. Кеңес сұраса кеңес беріңіз, көмек керек болса көмектесіңіз. Ал сұрамаған жерде кейде үндемей қалу үлкен даналық. Төртінші, денсаулығыңызды кейін қараймын деп жүре бермеңіз.
жастық кезде адам денсаулығын байқамайды. Бір жері ауырса өтіп кетеді дейді. Шаршаса ертең демаламын дейді. Ұйқысы қанбаса жұмыс көп дейді. Бірақ жылдар өткен сайын дене бұрынғыдай кешіре бермейді. Сондықтан 50 жастан кейін денсаулықты бірінші орынға қою өзімшілдік емес. Бұл отбасыңызға деген жауапкершілік. Қарапайым нәрселердің өзін әдетке айналдырыңыз. Қозғалыңыз, көбірек жаяу жүріңіз, ұйқыңызды реттеңіз, дұрыс тамақтануға көңіл бөліңіз, дәрігерге қажет келсе қаралыңыз. Денеңіздегі өзгерістерді елемей жүре бермеңіз. Бірақ денсаулық деген тек аурудың жоқтығы емес, адамның көңіл күйі де маңызды. Күн сайын үйде отырып ешкіммен сөйлеспей өмірден оқшауланып қалмаңыз. Досыңызбен кездесіңіз, туысыңызға барыңыз, серуендеңіз, таза ауада жүріңіз. Адамға кейде дәріден бұрын жылы әңгіме керек болады. 5. Ақшаға деген көзқарасыңызды өзгертіңіз. 50 жастан кейін ақша мәселесі өте маңызды. Бірақ ақша жинаудың ғана емес, оны дұрыс пайдаланудың да маңызы бар. Кей адамдар өмір бойы мынаны кейін аламын, кейін саяхаттаймын, кейін демаламын, кейін өзіме киім аламын деп жүреді. Ал кейін деген күн кейде келмей қалады. Әрине, бұл ақшаны ойланбай шашу керек деген сөз емес. Жоқ, қаржыңызды жоспарлаңыз, қарызды бақылаңыз, қажетсіз шығынды азайтыңыз. Бірақ өзіңізге де өмір сүруге мүмкіндік беріңіз. Сіз жылдар бойы отбасыңыз үшін еңбек еттіңіз. Енді өзіңізге де аздап қуаныш сыйлауға құқығыңыз бар. Кейде жақсы кітап сатып алуға, кейде сүйікті жеріңізге баруға, кейде немерелеріңізбен бірге кафеге отыру, кейде өзіңізге ұнайтын киім алу. Бұл ысырап емес. Егер ақылмен жасалса, бұл өмірдің қуанышын сезіну. 6. Кеңес. Үйіңізді емес, өміріңізді де реттеңіз. Адамдар үй жинауға көп уақыт жұмсайды. Бірақ кейде адамның үйі таза болғанымен көңілі қоқысқа толы болады. Ескі реніш, ескі өкпе, ескі дау, біреудің айтқан ауыр сөзі, бірнеше жыл бұрын болған оқиға. Осының бәрі адам жүрегінде алып жүреді. Сонда сұрақ, ол реніш сізге бүгін не беріп жатыр? Егер ештеңе берілмесе, неге оны әлі ұстап жүрсіз? Кешіру болған нәрсені дұрыс деп қабылдау емес, кешіру сол адамның жасаған ісінің сіздің бүгінгі өміріңізді басқаруына жол бермеу. Кейбір адамдарды кешіріп, бірақ арақашықтық сақтау керек. Кейбір адамдармен қайта араласудың қажеті жоқ. Бірақ жүректе ауыр жүк ұстап жүрудің де қажеті жоқ. Өмір қысқа, оны ескі ренішке жұмсау өзіңізге жасалған ең үлкен әділетсіздік. 7. Жаңа нәрсе үйренуді тоқтатпаңыз. Кейбір адамдар менің жасым өтіп кетті дейді. Компьютер үйренудің қажеті жоқ. Телефонның жаңа функцияларын түсінбеймін. Шет тілін енді үйрене алмаймын. Жаңа нәрсе маған арналмаған. Бірақ адамның миы үйренуді тоқтатпауы керек. Жаңа нәрсе үйрену үшін міндетті түрде университетке барудың қажеті жоқ. Кітап оқыңыз, телефондағы жаңа мүмкіндікті үйреніңіз, интернеттен пайдалы ақпарат қараңыз, жаңа тағам жасап көріңіз, гүл өсіріңіз, сурет салыңыз, қолөнермен айналысыңыз, музыкалық аспап үйреніңіз. Немереңізден технологияны үйреніп, немереңізге өмірлік тәжірибеңізді үйретіңіз. Бұл екі ұрпақты жақындастырады. 8. Достарыңызды сақтаңыз. Жас ұлғайған сайын адамның таныстары көп болуы мүмкін, бірақ шынайы араласатын адамдар азая береді. Біреу басқа қалаға көшеді, біреу отбасымен әуре болады, біреу жұмыстан кетеді, біреудің денсаулығы нашарлайды. Сондықтан шынайы достықты бағалаңыз. Бір досыңызға қалайсың деп хабарласыңыз, кел шай ішіп сөйлесейік деңіз. Кейде адамның көңілін көтеру үшін үлкен нәрсе қажет емес, бір телефон қоңырауы жеткілікті. Егер айналаңызда жақсы адамдар болса, оларды жоғалтып алмаңыз. 9. Жалғыз қалудан қорықпаңыз, бірақ жалғыздыққа үйреніп кетпеңіз. Екеуінің айырмашылығы бар. Жалғыз қалу кейде адамға қажет, үндемей отырып ойлану, кітап оқу, серуендеу, өзіңмен өзің қалу, бұлардың бәрі пайдалы. Ал жалғыздық ешкіммен сөйлеспеу, ешкімге керек емес сияқты сезіну. Одан да сақ болыңыз. Сондықтан өз ортаңызды сақтаңыз, адамдармен араласыңыз, қоғамға пайдалы болуға тырысыңыз, біреуге сабақ беріңіз, біреуге көмектесіңіз, немереңізге ертегі айтып беріңіз, жас адамға тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Сіздің өмірлік тәжірибеңіз жай ғана өткен күндер емес, ол біреуге қажет болуы мүмкін. 10.
мен енді ешкімге керек емеспін деген ойдан арылыңыз. Бұл өте қауіпті ой. Адам зейнетке шыққанда немесе балалары бөлек кеткенде өзін қажетсіз сезінуі мүмкін, бірақ адамның құндылығы оның қызметімен өлшенбейді. Сіз директор болмасаңыз да құндысыз, сіз ақша көп таппасаңыз да құндысыз, сіз бұрынғыдай жұмыс істемесеңіз де құндысыз. Сіздің өмірден көргеніңіз, түсінгеніңіз, бастан өткергендеріңіз үлкен байлық. Бәлкім бір жас адам сіздің бір ауыз сөзіңізден үлкен сабақ алар. Бәлкім немереңіз сізбен өткізген бір күнді өмір бойы ұмытпайды. Бәлкім балаңыздың қиын кезде сіздің сабырлы сөзіңіз оған күш береді. Сондықтан өзіңізді ешқашан қажетсіз сезінбеңіз. 11. Өмірді кейінге қалдырмаңыз. Бір нәрсені есте сақтаңыз, өмірдің кейін деген кепілдігі жоқ. Сондықтан көптен бері көргіңіз келген адам болса хабарласыңыз, баратын жеріңіз болса мүмкіндігіңізге қарай барыңыз. Айтқыңыз келген жылы сөзіңіз болса айтыңыз, біреуге алғыс айту керек болса бүгін айтыңыз. Мен сізді жақсы көремін, сізге рахмет, кешіріңіз, сіз мен үшін маңыздысыз. Осындай қарапайым сөздерді айтуға ұялмаңыз. Адамдардың көпшілігі өлім алдында жасаған қателіктерінен ғана емес, айтылмай қалған сөздеріне де өкінеді. 12. Қалған өміріңізді салыстырумен өткізбеңіз. Біреудің үйі үлкен, біреудің баласы бай, біреудің немересі көп, біреу шетелге жиі барады, біреудің денсаулығы жақсы, біреу сізден жас көрінеді, бірақ сіз оның бүкіл өмірін білмейсіз. Сіз тек сыртқы көрінісін көресіз. Сондықтан өз өміріңізді басқа адамның өмірімен салыстыруды тоқтатыңыз. Сізге берілген өмір сіздің жолыңыз. Оның өз қуанышы бар, өз сынағы бар, өз сабағы бар. Ең маңыздысы, бүгін кешегіден сәл жақсы өмір сүріңіз. 13. Өзіңізге ұнайтын нәрсені табыңыз. Адам жас кезінде көбіне міндетпен өмір сүреді. Жұмыс, балалар, үй, ақша, жауапкершілік. Ал 50 жастан кейін бір сұраққа жауап іздейтін уақыт келеді. Маған не ұнайды деген. Мүмкін сізге бақша ұнайды, мүмкін кітап, мүмкін балық аулау, саяхаттау, тамақ пісіру, немерелеріңізбен уақыт өткізу, жаңа адамдармен танысу, YouTube арқылы пайдалы нәрсе үйрену деген сияқты. Маңыздысы, өміріңізде сізді қуантатын нәрсе болсын. Әр күн тек таңертең тұрып тамақ ішіп, теледидар көріп, ұйықтаумен өтпеуі керек. Кішкентай болса да мақсат болсын. 14. Күн сайын бір жақсы нәрсеге себеп болыңыз. Өмірдің мәнін кейде үлкен мақсаттардан іздейміз, бірақ бақыт көбіне өте қарапайым нәрселерден тұрады. Бір адамға көмектесу, біреуді тыңдау, немереңіздің басынан сипау, жұбайыңызға жылы сөз айту, досыңызға қоңырау шалу, көршіңізге көмектесу, ағаш отырғызу, гүл суару, жақсы кітап оқу, таңертең күннің шыққанын көру, осылардың бәрі өмір. Өмір тек үлкен жетістіктерден тұрмайды, өмір осындай кішкентай сәттердің жиынтығы. 15. Жұбайыңызбен қарым-қатынасты ұмытпаңыз. Егер қасыңызда өмір бойы бірге келе жатқан адам болса, оны бағалаңыз. Кейде адамдар ондаған жыл бірге өмір сүріп, бір-бірімен сөйлесуді тоқтатады. Үйде 2 адам бар, бірақ екеуінің арасында әңгіме жоқ. Әрқайсысы өз телефонына қарайды, әрқайсысы өз ойымен жүреді. Бұл жағдайды өзгертуге ешқашан кеш емес. Бірге шай ішіңіз, серуенге шығыңыз, бұрынғы қызықтарды еске алыңыз, бір-біріңізге рахмет айтыңыз. Өйткені адам өміріндегі ең қымбат нәрселердің бірі жанында бірге қартайып келе жатқан адамның болуы. 16. Өлім туралы ойлаудан қорықпаңыз, бірақ өмір сүруді тоқтатпаңыз және ұмытпаңыз. 50 жастан кейін адам уақыт туралы көбірек ойланады. Бұл қалыпты нәрсе. Бірақ қалған уақытым қанша деп қорқудың орнына, қалған уақытымды қалай мәнді өткіземін деп сұраңыз. Сонда көзқарас өзгереді. Бір күннің өзі бағалы болады, бір таңның өзі ерекше сезіледі. Бір дастархан басындағы әңгіме де маңызды болады. Бір немереңіздің күлкісі де үлкен бақытқа айналады. Жас кезде біз уақыттың көп екенін ойлаймыз. Жасы ұлғайғанда оның қадірін түсінеміз. Сондықтан бүгінгі күніңізді бағалаңыз. Ең бастысы, өз өміріңізге өкпелеп отырмаңыз. Мүмкін сіз армандаған нәрсенің бәріне жете алмадыңыз. Мүмкін сіз қалаған үйіңізде болмады. Мүмкін бір жұмысты таңдамағаныңызға өкінесіз. Мүмкін бір адамды жоғалттыңыз. Мүмкін балаларыңызбен қарым-қатынаста қателіктер болды. Бірақ сіз әлі де осындасыз. Демек, әлі де бір нәрсені өзгертуге мүмкіндік бар. Балаңызға қоңырау шалуға болады, досыңызбен татуласуға болады, денсаулығыңызға көңіл бөлуге болады, жаңа нәрсе үйренуге болады, саяхаттауға, кешіруге болады, кешірім сұрауға болады, жылы сөз айтуға болады, жаңа мақсат қоюға болады және ең маңыздысы қайтадан қуана білуге болады.
50 жастан асу өмірдің аяқталуы емес, бұл өмірге басқа көзбен қарайтын кезең. Бұрын сіз өзгелер үшін өмір сүрдіңіз, енді өзіңізді де ұмытпайтын уақыт келді. Бұрын ақша үшін жүгірсеңіз, енді уақыттың қадірін түсінетін уақыт келді. Бұрын бәріне ұнауға тырыссаңыз, енді өз жүрегіңізде де тыңдайтын уақыт келді. Сондықтан бүгін өзіңізге бір ғана сұрақ қойыңыз. Егер өмірімнің алдағы 10 жылы дәл қазір басталса, мен оны қалай өткізер едім деп. Осы сұраққа шын жүректен жауап беріңіз. Сосын сол жауаптың ішінен бір ғана нәрсені бүгін бастаңыз. Үлкен өзгеріс міндетті емес. Бір телефон қоңырауы, бір серуен, бір жақсы сөз, бір кітап, бір жаңа әдет, бір кешірім, бір арман. Кейде адамның қалған өмірін өзгерту үшін дәл осындай кішкентай қадам жеткілікті. Ал сіздің жасыңыз сіздің шектеуіңіз емес, сіздің жасыңыз сіздің тәжірибеңіз, сіздің тарихыңыз, күшіңіз, ең үлкен байлығыңыз. Сондықтан қалған өміріңізді біреуге дәлелдеу үшін емес, өзіңізге риза болу үшін өмір сүріңіз. Балаларыңызды жақсы көріңіз, бірақ олардың өмірін өз өміріңіз деп қабылдамаңыз. Ақшаңызды бағалаңыз, бірақ бүкіл өміріңізді ақша жинауға да арнамаңыз. Денсаулығыңызды күтіңіз, жақындарыңызды бағалаңыз, ренішті босатып, достықты сақтаңыз, жақсы нәрсені үйреніңіз, жақсылық жасаңыз және ең бастысы бүгінгі күнді кейінге қалдырмаңыз. Өйткені ең қымбат нәрсе дәл қазір өтіп жатқан уақыт. Егер осы сөздердің ішінен өзіңізге керек бір кеңес тапсаңыз, оны жай ғана тыңдап қоймай, бүгін іске асырып көріңіз. Ал сіз 50 жастан кейін өміріңіздегі ең маңызды нәрсе деп нені ойлайсыз? Денсаулық па, отбасы ма, балалар ма, тыныштық па, әлде өзіңіздің еркіндігіңіз бе? Пікіріңізді комментарийге жаза кетіңіз. Мүмкін сіздің бір ауыз сөзіңізді дәл қазір осы видеоны көріп отырған басқа адам оқып, өз өміріне қажетті ойды табар. Біздің осы айдағы мақсатымыз 1000 оқырманға жеткізу. Егер сізге осындай өмірлік пайдалы әңгімелер ұнаса, арнаға жазылып қойыңыз, видеоны жақын адамдарыңызға жіберіңіз. Бәлкім дәл қазір бір әке, бір ана, бір ата немесе бір әже осы сөздерді естуге мұқтаж болған шығар. Ал ең бастысы, өткен өміріңіз қандай болғанына қарамаңыз, алдыңызда қалған өмірді қалай өткізетініңізге қараңыз. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.